Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын оқу, 30 метрге жүгіру. Сабақтың мақсаты оқушыларды шапшаңдыққа, төзімділікке, тәрбиелеу дене бұлшықеттерін дамыту және қатар ептілікке және жылдамдыққа баулу болып бөлінеді. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары: тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру және жеңіл атлетикалық көп сайыс болып бөлінеді. Жүгіру кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Қысқа қашықтықта тек өз жолымен ғана жүгіру керек. Басқа жүгірушілердің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып қол тоқтатуға болмайды, кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастармен әңгімелесуге және де оларға тым жақындауға болмайды. Осы ережелерді қатаң сақтау керек. Жүгірер алдында старт, яғни сөреде тұрамыз. Бұйрық бойынша қолды тіреп, тізені жерге тигізіп, бұйрықты күтеміз, сонда ғана жүгіру басталады. Қысқа қашықтық бойынша жүгіру адам денесінің алға қарай аздап еңкеюі, иық бойы босатылған, жауырын аздап шығыңқы, бел сәл бүгілген. Осы техниканы сақтауымыз керек. Жүгіргенде қолдың көмегімен де жүгірер алдында мұғалімнің бұйрығымен техникасын орындаймыз. Қолды тіреп, тізені жерге тигіземіз. Берілген белгі бойынша жүгіруді бастаймыз. Енді оқушылар қорытынды бөлімде шеңбер бойынша тұрып, бір-біріне доп лақтырамыз. Допты қағып алған бала осы сабақ жөнінде не үйренгенін айтып өтеміз. Енді оқушылар үйден дене жаттығулар кезінде өзін басқаруды зерттеп келеміз. Дене жаттығулары қалай жасалады, солай орындаламыз. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.